Баршаңызға сәлем, бұл қазақша медицина арнасы. Бүгін біз сіздермен тыныс жолдарына бөгде-дене тұрып қалғанда қалай көмек көрсету керек екенін айтамыз. Тыныс жолдарына тағамның бір бөлігі немесе бөгде-дене түскен жағдайда ол көмейдің кіре берісіне және трахеяға тұрып қалуынан асфиксия, яғни тұншығу туындайды. Бұл 95% жағдайда 1,5 және 3 жасқа дейінгі балаларда кездеседі. 1 жасқа дейінгі балаларда көбіне тамақтандыру кезінде трахеяда тамақтың ірі кесектері тұрып қалуынан орын алады. Бұл жағдайлар болмас үшін тамақтандыруды қадағалаңыз. Яғни балаға ірі домалақ тағамдарды бермеңіз. Кіші жастағы балаларға балықты бермеуді ұсынамыз. Балаларға домалақ, ұсақ, түйме, әртүрлі конструкторларды бермеңіз. Ойын барысында баланы қадағалаңыз. Үлкендер тамақ ішкенде сөйлемеуге тырысыңыз. Көлемі үлкен дәрі витаминдер ішкенде абай болыңыз. Осы жағдайлар орын алып тұншығу пайда болса, Геймлих әдісін қолданамыз. Тыныс алу жолдары бітеліп қалуының белгісі, егер тыныс алу жолы толық бітелмесе, адам жөтеледі. Толық бітелсе, мойнын қолымен ұстайды, сөйлей алмай қиналады, бет терісінің көгеруі орын алады. 1 жасқа дейінгі балаларда көмек ең бірінші жедел жәрдемді шақырыңыз. Бұл кезде баланы қолыңызға екпетімен алып, бір қолыңызбен іш деңгейінде ұстап, төмен қарай еңкейтіп, арқасынан екі жауырын арасынан қолдың негізімен ақырындап ұрамыз. 5 рет қайталаймыз. Қатты күшпен ұрмаңыз, мүшелеріне зақым келтіресіз. Егер бөгде зат шықпаса, баланы аударып, басын бір қолыңызбен ұстаңыз. 2 саусақпен төс сүйек ортасына қойып, 5 рет басамыз. Бөгде зат шыққанын көргенде, кеудесін басуды тоқтатамыз. 1 жастан жоғары және ересек адамдарда көмек көрсету ең бірінші жедел жәрдемді шақырыңыз. Зардап шегушінің артынан тұрыңыз. Кіші балаларда бойымен сәйкес тізерлеп отырыңыз. Белін қысып ұстаймыз. Бір қолымызды жұдырықтап, қабырға доғасының арасына, үлкен саусағымызды ішке қарай ұстаймыз. Екінші алақанымызбен жұдырығымызды қысып ұстаймыз. Білектерімізді жанға қарай тартып, зардап шегушінің ішін жоғары қарай қысамыз. Есінен танып қалған жағдайда оны арқасына жатқызып, санына отырып, 2 қолыңызбен қабырға доғасынан басыңыз. Ешкім болмай, өз-өзіне көмек көрсету үшін бір қолыңызды жұдырықтап, қабырға доғасының арасына үлкен саусағыңызды ішке қарай ұстаңыз. Екінші алақаныңызбен жұдырығыңызды қысып ұстаңыз. Бөгде зат шыққанша қолыңызды диафрагмаға қайта-қайта басыңыз. Үстелдің көмегімен алға қарай еңкейіп, үстелдің арқасына қабырға доғасымен кіндік аралығы деңгейінде қойып итеріңіз. Дәрігерге қаралып, зақымдану болмағанын тексеріңіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ауырмай аман жүріңіз.